Быйыл Петропавл қаласына 263 жыл толып отыр. 2,5 ғасырдан астам тарихы бар шаһар тұрғындары қала күнін барлық сан-салтанатымен атап өтті. Мерекеге жиналғандар қаламыздың соңғы жылдары дамып, гүлденіп жатқандығын тілге тиек етіп, бақыт тілектерін жаудырды. Қала өзгерген, көркейген, бұрын мынандай гүлдерді тек Алматыда көрсек, қазір мына біздің қыздардың көшелерінде көздің жауын алып, керемет тамаша гүлденіп тұр. Біз қуаныштымыз. Осы мерекемен құттықтаймын. Бәріне денсаулыққа шыққаспан өмірлеріңіз ұзақ болсын деп тілеймін. Қаламыз осылай жайнай берсін, жарқырай берсін. Патшамызға тыныштығын беріп, осындай жыл сайын мерекелерді аман есен көруге барлықтарыңызды бүгінгі қала күнімен құттықтаймыз. Қалаларыңыз өсіп өркендеп, биік жетістіктерге жете берсін. Елдің іргесі аман болсын, тыныштық болсын. Қала жақсы көркейіп жатыр. Рахмат үкімет тарапынан да салынып жатыр үйлер, пәтер беріліп жатыр. Қаламыз көркейіп келе жатыр, қуаныштымыз. Барша тұрғындарды, барша қала қонақтарын бүгінгі мейрам, бүгінгі Петропавлдың туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әр жанұяға бақыт, табыс, денсаулық тілеймін. Қаламыз көркейіп, әрқашан сәнді қалпында қала берсін. Петропавлдың құрылуынан қазіргі заманға дейінгі көріністері. Қала тұрғындары мұны тарихи өлкетану мұражайы жанында орналасқан фотокөрмеден тамашалады. Көрмедегі фотосуреттер 3 кезеңді қамтыған. Фотокөрме желкендей шайбер даламызда деп аталады. Мұнда Петропавл қамалы және қаламыздың 60-80 жылдардағы кезеңі. Әрине 3-ші кезеңде қазіргі заманғы қаламыздың суреттері қойылған. Мерекеге орай мұражай жанында менің қаламның шеберлері атты қолөнер көрмесі де ұйымдастырылды. Түрлі бұйымдардан бастап тоқылған киім-кешекке дейін осы жерден табылды. Борис Козлов ағаш қабығынан қорапша, тарақ, айна салғыш тағы да көптеген заттар жасайды. Бүгінгі жәдігерлер топтамасын арнайы Петропавл күніне арнап жасаған. Уже больше 20 лет. 20 жылдан бері осы іспен айналысып жүрмін. Өзімнің шеберханам бар. Осындай көрмелерге жиі шығып тұрамын. Қала күні баршамызға құтты болсын. Қала күні барлық тұрғындар үшін үлкен мерекеге айналды. Мәдениет және демалыс саябағында отбасылық ойындар бағдарламасы өткізілді. Ата-аналар мен бүлдіршіндер қала күнін қызықты ойындар ойнаумен қарсы алды. Қызыма қарап тұрып ойлаймын, осы әдемілікпен өсіп келе жатқан балаңды болашағы осындай әдемі болады ғой. Сол қуанып тұрмын, барлық Петропавл қаласының тұрғындарына мереке құтты болсын дегім келеді. Маған бүгін ойындар ұнады. Мереке құтты болсын. Қала күн мерекелеуге арналған іс-шара тәуелсіздік стелласынан бастау алып, солтүстік жұлдызы саябағына дейін жалғасын тапты.